Наурыздың бірінен бастап республикалық маңызы бар автомобиль жолдарына жүктемесі 8 тоннадан асатын жүк көліктеріне шектеу қойылмақ. Аталмыш шара сәуір айына дейін жалғасады. Мамандардың айтуынша біздің облыс 5-ші жол климаттық аймақтар тізімінде. Сол себепті көктемгі шектеу наурыз айынан қойылады. Бұл жолдарда ауыр жүкті көліктердің әсерінен күре жолда болатын келеңсіз жағдайлардан әрі асфальтты қосымша қорғау қажеттілігінен туындаған шара. Шара мақсаты жүргізуші, жүк тасымалдаушылар мен жүргізушілердің көкейінде тұрған сұрақ жауаптарына жауап беруде. Негізгі мақсат бұл ертеңгі 1 наурыздан бастап 1 сәуірге дейін көктемгі уақытша шектеулер қойылады. Көктемгі шектеу таратылмайды, дәрі-дәрмек тасымалдайтын жолаушылар, халықаралық жолаушылар тасымалдайтын нелерге таратылмайды. Сонымен гуманитарлық көмек тасымалдайтын жүк автокөліктеріне де таратылмайды. Сон төтенше жағдайларға жаңағы енгізілген автокөліктерге де тарқатылмайды бұл шектеулер. Жолда қабылдау акциясына жүк тасымалдайтын ірі кәсіпорындар көлігінің жүрісін реттейтін мамандар мен бірқатар мекеме механиктері қатыстырылды. Құрылыс заттарын тасымалдау жөнінде сұрағына жауап іздеп келгендердің бірі СПМ Қызылорда жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жауапты маманы Сайрам Байтуриев. Құрылыс саласы болғаннан кейін жүкті көбірек тасығымыз келеді, енді рейсін басқасын азайтып дегендей. Үкіметтің шығарған несімен қалды, біз енді бір білікке 8 тоннадан деп жатыр, одан да көбірек тиеуге бола ма деген сұрақтар қойдық. Жауап алдық. Енді сол бойынша жұмыс істеуге тырысамыз. Облыс бойынша көліктік бақылау инспекциясы ұйымдастырған шарада құзырлы орган өкілдері көлік жүргізушілердің әрбір сауалдарына жауап беріп, кеңестерін айтты. Еламан Жаматов, Бөгенбай Абасилов, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы.